жасалған қола білезіктер, дән күш рух қалыптар және де саздан жасалынған құмыралар қойылған. Жалпы Асантай әлем осы музейде құрған кісінің алғаш темір деген станцияда темір мектебінде мектеп музейін ашады. Бірінші сыныпқа. Бастауы содан басталады. Сол кезде табылған, Қырғызстан қорынан табылған саздан жасалған ыдыстар. Одан әрі Көкмардан, бізде Көкмардан деген қала жұрт бар. Ол кезде қаңлы дәуіріне тән қаңлылар өмір сүрген Көкмардан астанасы болған. Саздан жасалған құмыра, қақпақ және одан әрі адам қайтыс болған кезде өмір сүрген кездегі пайдаланған заттары бірге жерленіп тұрған. Қыз баланың мүрдесінен табылған шыны пастасынан жасалған моншақ тізбесі, айналары және тиындары. Және ер адам мүрдесінен табылған жебе ұштары мен қанжар, пышақ. Одан әрі 5 ғасырда түрік кезеңі болды. Бұл кезде түрік қағанатына Түргеш, Қарлы, Қыпшақ, Оғыз тайпалары кірген. Сол түрік қағанатының батыс түрік шекарасы ретінде Отырар өңірі белгіленген. Бұл жерде сол кездегі саздан жасалған құмыралар. Одан әрі орта ғасырға тән Отырардағы нәжат бөлмесі, алтар ошағы. Яғни бізге ислам діні келмей тұрып, әртүрлі діндерге бас еткен белгілер. Сол жердегі айғағы ортақ алғашылық алтар ошағы. 9 ғасыр мен 12 ғасырда Қарахан дәуірі, Қарахан әулетінің басына келді. Сол кезде саздан жасалған өрнекті құмыралар және әртүрлі қақша етіп жасалған ыдыстар түрлі өрнектермен сыйлы етіп жасалған бастады. 12 ғасырда саздан жасалған ыдыстар. Одан әрі шыны өндірісі дамыды. Бұл жерде тазалық ыдыстар, түбек шүбектері, химиялық ыдыстар. Енді қазіргі салыстырғанда сапасы төмен, әлсіз болып келеді. Одан әрі қақпақтар жалпы бұл жерде геометриялық өрнектер, және қошқарлар, қақпақтың тұтасы қошқар, әтеш билеген. Яғни қошқар сөзінде денсаулықтың кепілі саналған. Отырар қаласында тұрғын үй орамдарының барлығына беріп, кіре берісінде санитарлық гигиеналық бөлмелер болған. Тазалық бөлмелер. Моңғол шаруашылығына дейінгі сырлы жұмыртқалы ыдыстар. Енді ыдыстардың бетіне түрлі сырлы етіп жасалған ыдыстар. Одан әлемді моңғол шаруашылығы 1218 жылы Отырар қаласына моңғол Шыңғысхан 500 керуен жібереді. Сол кезде ол кезде Хорезм мемлекетінде өмір сүрген Отырар уәзісінде. Сол кезде Отырар қаласының ханы Қайырхан керуендегі тонап, қызметкерлерінің көбестерін өлтіргізеді. Соның нәтижесінде 1219 жылы Шыңғысхан екі ұлы Шағатай өлтірген жүзуден тастауына Отырарға жібереді. Соның нәтижесінде 6 айда қала толық алынады. Бұл жерде Қытай суреттері, Шыңғысхан мен Өгейдің Қытай суреттері, салт аттары қойылған. Қаланы жаулап алған. Бұл яғни қаланы қамалымыз. Бұл жерде көшірген. Қалаға, Отырар қаласына 3 қақпа арқылы кіретін болған. Бұл жерде Соққан қақпасы көрсетілген. Әскер болды ма олда? Сөйлеген әскер. Отырарда әртүрлі деректер жалпы 80 мың болған. Қайтадан қала дамыды деді. Қалада енді қоғамдық орындар пайда бола бастады. Мешіттер, моншалар.
Бұл жерде енді қаланың оңтүстік батыс қақпасы бар екен. Шықпа деген кезінде шықпасы оңтүстік батыс қақпа қалаға шыққан көрінісі кейіннен қайта қалпына реставрация жұмыстары жүргізіліп қайтадан қалпына келтірілді. Қақпа төменгі жағында тұрмысқа кетер қабылда үстін тіреуіші және кірпіштер. Одан әрі 13-ші ғасырға жататын 14-ші ғасырда екі мешіт табылды. Оңтүстіктегі алғашқы мешіттердің бірі Кедер қала жатқан, яғни Құйрық төбедегі Арсынов 3 километрдегі Құйрық төбедегі төбе бар. Ол бұрын Кедер қала жатты болған. Сол жердегі мешіттің құббасы және өрнекті, оюлы, сырлы, жазулы кірпіштер. Және алтын жылатылған кірпіш. Яғни сол кездегі экономикалық тұрақтылықты көрсетеді. Бұл кірпіштермен сарайдың ішін және мешіттерді безендірген болған. Мешіттің құббалары, сарайдағы бағаналар. Отырарда, Яссыда, Таразда 9-10 бөлмеден тұратын болған. От арқылы жылынып, асты жылы болған. Бұл жерде құманы, шылапшындары, шелектері қойылған. Және сферақоныстары. Сферақоныс дегеніміз емдік бай сақтайтын заттары, сусабын сақтайтын сферақоныстары. Отырар қаласынан және Мыңшықордан, Отырар қаласынан және жанындағы работтардан көптеген шеберханалар табылды. Бұл жерде шеберхана пештің көшірмесі, құмыралары және қатты қызу нәтижесінде балқып кеткен өндірістік браттары, ұстаның құралдары қойылған, сипаялары, палитра. Сипая дегеніміз бұл жерде орынды үнемдеу үшін пайдаланған заттары. Одан әрі сүйектен жасалынған бұл жерде түймелер, ұршықбастар, шахмат тастары, құмарлар және шыны пастасынан сердолик түрлі асыл тастардан жасалынған моншақтар. Қай кезеңге жатады? Бұлар 14-ші ғасыр, 15-ші ғасыр. Күміс теңгелер, алтын теңгелер, бұл жерде алтын теңге жоқ. Алтын теңгелер. Жалпы түркі кезеңіне түрік қағанаты құрылды дедік. Батыс түрік қағанатының бір бөлігі болған. Сол кезден бастап әр ханның өзінің тұсында жеңге шығарған. Бұл жерде көрсетілген Шағатай теңгелері. Шағатай теңгелері. Иран ыдысы, Қытай айналары, қол айналары, сиясауыт, Үндістан ошағы. Жалпы Отырар қаласы ұлы жібек жолында орналасқандықтан, Қытай, Византия, Кушан, Иранмен, Риммен байланысты болған жерлер. Қала жұрттарға, мекен жұрттарға су арығы арқылы, құбыр арқылы келетін болған. Бізде темір арық, алтын арық, ақ арық, саңғыл арық сияқты көптеген арықтар болған. Сол арықтардан жалпы бұның бастауы 7-8 ғасырда. Ал бұл жердегі құбырлар 14-ші ғасырға жататын құбырлар. Шығыр деп аталады. Яғни дөңгелек ағашқа шығырлар, құмыралар орналасу арқылы жасалған. Суды белгілі бір бағытқа, арықтар арқылы белгілі бір бағытқа бұру үшін жасалған. Сүйек байлар салатын болған. Сыртына қамшы тәріздес етіп, аңғып бояуларын жаққан. Себебі тоқшылық береке болсын, асып тұрсын деген. Орта ғасырда Отырардағы асханалық бөлмесі таңдар пеш. Жандыдан жаяр.